Бүгінде ауданның эпидемиологиялық ахуалы қандай? Аурушаңдық деңгейі өсуде ме? Осы сауалдарға жауап алу мақсатында арна тілшілері Жетісай аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқарма мамандарымен тілдесіп қайтты. Толығырақ алдағы бейне материалда. 18 мамырға дейін көрсеткіш бойынша COVID-19 ауруымен расталғандар 271, ал пневмония дертіне шалдыққандар саны 213. Қоса есептегенде 484 ауру ресми тіркелген. Бұл 100 мың тұрғынға шаққанда 154,3%, ал апталық өсім бойынша 12,5% көрсеткішті құрап отыр. Дертке шалдыққандар саны күн санап өсуде, және олармен байланыста болған барлық азаматтар басқарма тарапынан толық бақылауда. Жалпы осы тіркелген бізде ошақ саны 421. Оның барлық ошақтарға дезинфекциялық эпидемияға қарсы іс-шаралар жүргізілді. Және де ошақтардағы жалпы қатынастағылар 2324. Олардың ішінде бүгінгі таңда бақылауда үй карантиніне қалғаны 611. Ары қарап аурудың алдын алу болдырмау мақсатында барлық қарым-қатынастағы науқастармен күнделікті бақылауға алынып, олармен түсіндірме жұмыстар жүргізілуде. Дертпен күресудің жалғыз жолы ол вакцина. Аудан көлемінде бүгінде бірінші компонентін 13,715, ал екінші компонентін 3,775 адам қабылдаған. Сондай-ақ біршама карантиндік талаптар жеңілдетіліп, кәсіпкерлік нысандар өз жұмыстарын бекітілген шекті уақытқа дейін жұмыс жасауда. Қазіргі осы сәтті пайдалана отырып, Жетісай аудандарының тұрғындарына және кәсіпкерлерге кеше 18 мамырдан бастап Түркістан облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің нөмірі 14 сәуірдегі нөмірі 8 қаулыға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген хабардар еткім келеді. Яғни кезекті 12 қаулы қабылданды 18 мамырдан бастап. Осы қаулыға сәйкес біршама өзгерістер және толықтырулар енгізіліп отыр. Яғни айтатын болсақ, бұрынғы тыйым салынған бильярд, бойлинг, компьютерлік клубтар 30% толтырылумен жұмыс жасауға болады. Одан кейін мынау қоғамдық тамақтану объектілерінде, оның ішінде мейрамханалардағы банкет залдары тек ас беруді өткізу үшін толтырылуы 50%-ға дейін. Бірақ та 50 отыратын орыннан аспау керек. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық комитетінің 802 бабына сәйкес полиция тарапынан 185 баянат жасалып, оның 143-і қаралып, 4 жеке кәсіпкерге және 139 жеке тұлғаларға айыптық шаралар көрілген. Айта кетейік, қазіргі уақытта COVID-19 дертіне шалдыққандардың 240-і және пневмония дертімен ауырғандардың 144-і жазылып шыққан. Мадина Нұрланқызы, Рысбек Асанұлы, ақпарат Жетісай ауданынан.